Дін бұл жақсылық, дін жамандық емес. Және дін жақсылыққа насихаттайды, дін жамандыққа насихаттамайды. Алайда бүгінгі күнімізде дінді өзінің жеке басының пайдасына қолданып жатқан жат діни ағымдар, жат идеологиялар бар екендігі рас. Бұл идеологиялардың көбісі бізге әлеуметтік желіден келуде. Әлеуметтік желідегі діни ақпараттардан сақ болу керек, және де ол ақпараттардың ресми немесе ресми еместігі, ол әлеуметтік желідегі мамандардың ресми маман екендігіне көз жеткізіп, сосын діни ақпараттарды алған жөн. Дін әрқашанда адамды тек қана жақсылыққа насихаттайтын бір құрал, және діннің мақсаты тек қана қоғамдағы бірлікке шақыру болып табылады.